865 амалдарды орындаңдар. Бірінші амал бізде осы. Екінші көбейту, үшінші көбейту, төртінші барып оларды қосамыз. Біріншісін орындайық. 24-тен 15,7-ні азайтайық. Мына жерде 4-тен кейін 0 бар. 10-нан 7-ні азайтсақ 3. Мына жерде 23-тен 15-ті азайтсақ 8. 8,3. Енді екінші амал 8,3-ті 6,4-ге көбейтейік. 4 үшім 12 бір ойда. 8 4-ім 32, ойдағымен 33. 6 үшім 18 бір ойда. 6 8 48, ойдағымен 49. 2 11 бір ойда. Мына жерде 12, ойдағымен 13 бір ойда. Мына жерге 5 түседі. Үтірден кейін 1 2 цифр. Жауабында 1 2. Осы жерде 4 түседі. Үшіншісі 0,108-ді 11-ге көбейтеміз. Мына жерде 8 0 0. Қосамыз 8 0 0-ге. 8 8 0 0. Өтірден кейін 2 цифр. Мына жерге қойылады. Төртінші. Біз шыққан мына 2 санды бір-біріне қосамыз. 53,112-ге қосамыз 0,188-ді. 10 бір ойда, 9 ойдағы 1 мен 10 болады. 0-ні жазам 1 ойда, 3 ойдағы мен 4, 5. Үтір өшірге түседі. Сонда жауабы 54. Екіншісі. Бірінші бізде осы амал. Екінші осы. Үшіншісі. Төртінші қосамыз. Бесінші оларды азайтамыз. Біріншісін орындайық. 5,169-дан азайтамыз 2,185-ті. 4. 16-дан 8 азайтамыз 8. 2. Екінші. 2,184-ті 1,15-ге көбейтеміз. 22 ойда. 5 8-ім 40, ойдағымен 42. 4 ойда. 2 5-ім 10, ойдағымен 14. 1-ге көбейтемін 4, 8, 2. 0, 6, 12 бір ойда. 3 ойдағымен 4. Үтірден кейін 1, 2, 3 цифр. Жауабында 1, 2, 3. 4,126 екен. Енді үшінші. 7,18-ге 5,14-ті көбейтеміз. 4 8-ім 32, 3 ойда. 4 7-ім 28, ойдағымен 31. 5 8-ім 40, 4 ойда. 5 жердегі 7-ім 35, ойдағымен 39. Мында 2 түседі, мында 1 түседі. Мына жерде 12 бір ойда, 3 ойдағымен 4. Үтірден кейін 1 2 цифр. Мында 1 2 цифр. Енді төртінші амал. Мына жақта бізде 4,126 шықты. Оған қосамыз 42,112-ні. Мына жерде 8 3 6 4. Бесіншісі. Осы 46,138-ден азайтамыз 23,188-ді. 0. 13-тен 8 азайтсақ 5. Мына жерде 5-тен 3 азайтсақ 2, мында 2. Сонда жауабы 22,5 екен. Үшіншісі. Бірінші амал бізде осы. Екінші амал осы. Үшіншісі оларды қосамыз. Төртіншісі көбейтеміз. Одан кейін барып азайтамыз. Бірінші. 98,6-ны 0,1-ге көбейтейік. 1-ге көбейтейік 6, 8, 9. 0-ге көбейтпей қойық. Өтірден кейін 1 цифр, 2 цифр. 1, 2. Өтір осында түседі. Екінші. 0,115-ті 14-ге көбейтейік. 4 5-ім 22 ойда. 4 1-ім 4, ойдағымен 6. 0. 1 5-ім 5. 1 1-ім 1.
1 0 0. Da 0 түсет, 11 1 ойда, 1, да 2 ойдағы, да 0. Өтірден кейін 2 цифр. Мұнда да өтірден кейін 2 цифр. Сонда 2,1 шығады. Үшіншісі, бағана шыққан 9,186-ға осы 2,1-ді қосамыз. 6, 9, 11. Төртіншісі, осы 11,196-ны 3,15-ге көбейтеміз. 33 ойда, 5 9 45, ойдағымен 48. 4 ойда, 5 1 5, ойдағымен 9, 5 1 5. 3-ке көбейтек 6 3 18, 1 ойда, 3 үрдегі 9 27, ойдағымен 28, 2 ойда, 3 1 3, ойдағымен 5, да 3. 0, 16, 1 ойда, 17, ойдағымен 18, 1 ойда, 10, 11, 1 ойда, 4. Өтірден кейін 1, 2, 3 цифр. 1, 2, 3 цифр. 41,186. Бесіншісі, 41,186-дан азайтамыз 36,386-ны. Сонда не істейміз? Тек бүтін бөліктерін азайтамыз. Мұнда 0, мұнда 0. 41-ден 36-ны азайтсақ 5 шығады. Сонда жауабы 5 екен. Төртіншісі, бірінші амал бізде көбейту, екінші оларды азайту, үшінші көбейту, төртінші шақшаның ішін орындау, бесінші көбейту, алтыншы оларды азайту. Орындайық. Бірінші, 5,16-ны 4,12-ге көбейтеміз. 2 6 12 бір ойда, 2 5 10 ойдағымен 11, 4 6 24, 2 ойда, 2 4 5 20 ойдағымен 22. Мұнда 2, мұнда 5, мұнда 3, мұнда 2. 2 цифрдан кейін өтір. Енді екінші 103,192-ден азайтамыз 23,152-ні. Да 0, да 4, да 0, 10-нан 2-ні азайтсақ 8. 80,114. Үшінші, осыны 80,114-ті 0,175-ге көбейтеміз. 5 4 22 ойда, мына жерде 0 ойдағы 2 түсет, 5 8 40. 7 4 28 2 ойда, мына жерге 2 түсет, 7 жердегі 8 56. 0-ге көбейтпей қойық. 0 10 болады бір ойда, 2 ойдағы мен 3 болады. 10 0 жазам, мына жерге 5 ойдағы мен 6 болады. Өтірден кейін 3 цифр. 1 2 3. 60,3 екен. Енді төртіншісі 10-нан 8,125 азайтамыз. 10 бүтіннен кейін 2 0-ді өзіміз жазамыз. 10-нан 1-ні сұраймыз, мұнда 9 болады, мұнда 10 болады. 10-нан 5-ді азайтамыз 5, 9-дан 2-ні азайтамыз 7, өтір түсет, мына жерге 9 қалған, 8 азайтамыз 1. Енді бесіншісі 1,175 шықты. 2,8-ге көбейтеміз. 8 5 40, 4 ойда, 8 7 56, ойдағы мен 60, 6 ойда, 8 1 8, ойдағы мен 14, 2 5 11 ойда, 2 7 14, ойдағы мен 15, 1 ойда, 2 1 2, ойдағы мен 3 болады. 0 0 9 4. Өтірден кейін 3 0, 4,9. Енді алтыншысы, бізде мына жақта үшіншісінде 60,3 шықты. Одан азайтамыз 4,9-ді. 13, 13-тен 9-ды азайтамыз 4. Өтір түсет, мына жерде 9 қалды. 9-дан 4-ді азайтсақ 5. Мына жерде 5.
Сонда 55,4 деген жауап шығады екен. 866 көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, әріптердің мәндерін табыңдар. Нәтиже жақшаның ішін ашайық. Сонда а көбейтілген 2,3 қосылған а көбейтілген 1,6 болады. 4,2 көбейтілген 2,3 қосылған б болып тұр. Енді қарайық. Нәтиже біріншісінде 4,2 көбейтілген 2,3. Нәтиже 2,3 бар. Олай болса, осы жерде бізде аның мәні 4,2-ге тең екенін тауып аламыз. Бізде а 4,2-ге тең. Енді аның орнына 4,2-ні қоямыз. 4,2 көбейтілген 1,6. 4,2 көбейтілген 2,3. Мына екеуі теңесті. Қосылған б. Сонда б бізде 4,2-ні 1,6-ға көбейткенге тең екен. Баған түрінде көбейтейік. 6 2 12 бір ойда, 6 4 24 ойдағымен 25, бірге көбейтсек 2, мұнда 4. 2, 7, 6. Өтірден кейін 2 цифр тұр. Санасақ, сонда б-мыз бізде 6,172-ге тең екен. Екіншісі, дәл сол сияқты жақшаны ашайық. С көбейтілген 7,2 азайтылған с көбейтілген 3,9 тең 0,5 көбейтілген 7,2 азайтылған д. Қарайық, бізде мына жерде біріншісінде 7,2 бар, мына жерде 7,2 бар. Олай болса, осы жерден с бізде 0,5-ге тең екенін тауып аламыз. Орнына қойық. 0,5 көбейтілген 7,2 азайтылған 0,5 көбейтілген 3,9. 0,5 көбейтілген 7,2 азайтылған д. Біз енді мына жерде д-ның осы мәнге тең екенін тауып аламыз. Қояйық. д тең 0,5 көбейтілген 3,9. Баған түрінде көбейтейік. 9 бесім 45. 4 ойда. 9 бесім 45. 4 ойда. 9 0 ойдағы 4 жазамыз. Қосамыз 3 бесім 15. Бір ойда 3 0 ойдағы 1 түседі. Мұнда 5, 9, 1. Өтірден кейін 2 цифр 1,195. Сонда д-ның мәні 1,195 екен. 867. ұн тартатын зауыт бірінші күні 50,2 тонна, екінші күні 0,9-дай, үшінші күні екінші күндегіден 1,2 есе артық ұн тартты. Ұн тартатын зауыт 3 күнде барлығы неше тонна ұн тартты дейді. Бірінші күні 50,2 тонна ұн тартқан екен. Ал екінші күні осы бірінші күнгі ұнның 0,9-дай тонна ұн тартты дейді. Ал үшінші күні осы екінші күндегіден, екінші күні бізде осындай сан, одан 1,2 есе артық дейді. 1,2 есе артық. Жақшаға қойық. ұн тартты. Сонда барлығы бізде неше дейді. Барлығы бізде үшесін қосқанға тең. Енді есептейік. Екінші күні неше тартты? 50,2-ден 1 дегеніміз 50,2-ден 1 көбейтілген 0,9. Мына 2-ні 5-ке көбейтеміз. Мына жерде 10-нан 5 шығады. Сонда 50,5 көбейтеміз 0,9-ға. Қазір көбейтсек 45 4 ойда, мында 4 түседі. 9 бесім 45.
Нөлге көбейтпей қойық. 4-тен кейін 2, 0, 1, 2. 45 бүтін 145 тонна екен екінші күнгі. Енді үшінші күнгіні табайық. Біз білеміз, мына жақшаның ішінде 45 бүтін 145 екен. Енді оны 1 бүтін 2-ге көбейтеміз. 2 бесім 11 ойда, 2 4 8 ойдағымен 9, 2 бесім 11 ойда, 2 9 түседі. 5, 4, 5, 4. 0, 14 бір ойда, 4 ойдағымен 5 болады. Мына жерде 14 бір ойда, ойдағымен 5. 1, 2, 3 цифр, 1, 2, 3. Сонда жауабы 54 бүтін 154. Енді бізге табу керек біріншісі, қосылған екіншісі, қосылған үшіншісі. Бізде біріншісі 50 бүтін 10-5. Екіншісі 45 бүтін 145. Үшіншісі 54 бүтін 154. Осы үшеуін қосайық. 54 бүтін 154-ке 45 бүтін 145-ті қосам. Енді оған 50 бүтін 10-5-ті қосам. Сонда жауабы 150 бүтін 149. Сегіз жүз алпыс сегіз. Екі салт аттыдан бір жерден бір мезгілде бір бағытта шықты. Біріншісінің жылдамдығы 12,8 км сағат, екіншісінің жылдамдығы одан 1,3 есе артық. 1,5 сағаттан соң екінші салт аттыдан бірінші салт аттыдан қандай қашықтыққа озады? Екі салт аттыдан берілген. Біріншісінің жылдамдығы 12,8 км сағат. Ал екіншісінің жылдамдығы осы біріншісінен 1,3 есе артық дейді. Километр сағат деп қойық. Сосын бізге уақыт берілген 1,5 сағат. Осы сағаттан кейін екеуісінің ара қашықтығы неше болады? Бірінші екіншісінің жылдамдығын тауып алайық. Біз не істейміз? 12,8-ді 1,3-ге көбейтеміз. 24, 2 ойда, 6 ойдағымен 8, мында 3 түседі. 8, 2, 1. 16, 1 ойда, 5 ойдағымен 6, 1. Сонда 16 бүтін 164 км сағат екен. Бізде екеусі бір жерден бір бағытта шықты дейді. Мынау бізде бірінші салт атты болсын, мынау екінші салт атты. Екеуі де бір жерде бір уақытта шықты. Сонда 1,5 сағат уақыт өткеннен кейін екеуісінің жүрген жерінде осындай айырмашылық болады. Екінші салт аттының жылдамдығы көбірек біріншісіне қарағанда. Сол себептен ол озып кетеді. Осы жердегі озғандағы ара қашықтық қанша дейді. Бізде S тең V көбейтілген T. Біз олардың жүрген жолдарын тауып алайық. Бірінші S1-ді тауып алайық. S1 дегеніміз V1 көбейтілген T. Одан кейін S2-ні тауып алайық. V2 көбейтілген T. Одан кейін S-тің өзін табу үшін осы S2-ден S1-ді азайтамыз. Сонда S1 нешеге тең? 12,8-ді 1,15-ге көбейтеміз. 4 ойда 2 бесім 10 ойдағымен 14 бір ойда 5 ойдағымен 6 болады. 8, 2, 1. 0, 12 бір ойда 8, 9, 1. 4-тен кейін 2 цифр. Сонда 19 бүтін 12 километр. Енді S2-ні табамыз. Ол бізде 16 бүтін 164 көбейтілген 1,15. Жоғары жағына жазайық.
5 4 20, 2 ойда, 5 6 30, ойдағы мен 32, 3 ойда, 6 5 30, ойдағы мен 33, 3 ойда, 5 ойдағы мен 8 болады. Енді бірге көбейтейік. 4, 6, 6, 1. 0, 6, 9, жерде 14, 2. Бүтіренген 3 0. 1, 2, 3. Сонда 24,396 километр. Енді S-ті табу үшін осы 24,396-дан азайтамыз 19,2-ні. Азайтайық. 6, мына жерде 7, 24-тен 19 азайтсақ 5. Сонда 5,176 километр арасында жауабы 5,176 километр. Немесе оны бөліп жазатын болсақ, мына 5,1 ол 5 километр болады. Ал 76 дегеніміз метрмен жазатын болсақ, бізде 1 километрде 1000 метр бар. Яғни 1000-нан 76 болады. Немесе 760 метр деп жазсақ болады. 269 май зауытына бірінші рет 28 тонна, екінші рет одан 1,3 есе көп күнбағыс әкелінді. Барлық әкелінген күнбағыстан оның 0,135-інде күнбағыс майы алынады. Зауытқа әкелінген күнбағыстан барлығы неше тонна күнбағыс майы өндірілді? Бізге бірінші күні 28 тонна деп айтты. Екінші күні осы бірінші күнгіден қарағанда 1,3 есе көп. Осыны тауып алайық. 28-ді 1,3-ге көбейтейік. 24 2 ойда, 6 ойдағы мен 8 болады. 8, 2 түседі. 4, 16, 1 ойда, 3. Сонда ол 36,4 тонна екен. Енді барлығын табамыз. Біріншіге екіншіні қосамыз. 28-ге 36,4 қосамыз. Оша қосып көрейік. Мына жерде 4 өзі түседі. 8-ге 6-ны қосамыз. 14 1 ойда. 2-ге 3-ті қосамыз. 5 ойдағы мен 6. 34,4 тонна екен барлығы. Осы 64,4-ті көбейтеміз 0,135-ге. 5 4 20, 2 ойда, 5 4 20 ойдағы мен 22, 2 ойда, 5 6 30 ойдағы мен 32. 3 4 12, 1 ойда, 3 4 12 ойдағы мен 13, 1 ойда, 3 6 18 ойдағы мен 19. 0-ге көбейтпей қойық. 4, 5, 12, 1 ойда, 2 болады. Бүтіренген 3 0, 1, 2, 3. 22,154 тонна күнбағыс майы өндіріледі екен. 870. Үйдің есігінің алдынан сыртқы қақпаға дейін өлшемдері суреттегідей жолдың қарын күреп тазарту керек. Жолдың ені оның барлық ұзындығында бірдей 4 метр. Қардың қалыңдығы 30 см. 1 метр куб қардың массасы 125 кг. Үйдің есігінің алдынан сыртқы қақпаға дейінгі жолдың қардан тазартқанда неше килограмм қар күреледі? Екі тіктөртбұрышқа бөліп алайық фигураны. Былай қоссақ, мына жерде бізде бір тіктөртбұрыш пайда болды, мына жерде бір тіктөртбұрыш пайда болды. Мына жерде 7,8 еді. Бірақ қазір 7,8 болмайды. 7,8-ден 4-ті азайтып тастаймын. Мынау 4 қой. Мынау 4-ті азайтып тастаймын. Сонда менде 3,8 болады. Мына жақтағы ұзындық 3,8 метр. Енді мына тіктөртбұрыштың ауданын тауып алайық. Мен S1 деп қоям. S1 20,5-ті көбейтемін 4-ге. Осы есеп көтеп көрейік. 5 4 20, 0 жазам 2 ойда, 4 0 0, ойдағы 2 түседі, 4 2 8. Өтірден 1 0. Олай болса, жауабы 82 екен. Енді S2-ні тауып көрейік. S2 ол 3,8-ді 4-ге көбейткен кетен. 4 жердегі 8-ім 32, 3 ойда,
4 жердегі 3-ім 12, ойдағымен 15. Өтірден кейін бір цифр тұр. Олай болса 15,2. Енді не істейміз? Оларды бір-біріне қосамыз. S1-ге S2-ні қосамыз. Сонда 82-ге қосамыз 15,2-ні. 2 бүтін. 2-ге 5-ті қосамын 7. 8-ге 1-ті қосамын 9. 97,2 метр квадрат. Ол толық ауданын таптық. Енді бізге не істеу керек? Қардың қалыңдығы ол қардың биіктігі деген сөз. Енді бізге көлемін табу керек. Ауданын тауып алдық. Енді оны биіктікке көбейтсек көлем шығады. Бізде мына жерде 30 сантиметр деп тұр. 30 сантиметр дегеніміз бізде мына жерде барлығы өлшем бірліктері метрмен берілген. Бізге сантиметрді метрге айналдыру керек. Бізде 1 метрде 100 сантиметр бар. Сонда 30 сантиметрде неше метр екенін табу үшін біз не істейміз? 30-ды 100-ге бөлеміз. Сонда 0,3 шығады. 0,3 метр екен. Көлемін тапсақ 97,2-ні көбейтеміз 0,3-ге. Баған түрінде көбейтсек мына жерде 6, 7, 3-ім 21, 2 ойда. 9 жердегі 3-ім 27, ойдағымен 29. Өтірден кейін 1, 2 цифр. Сонда 29,16 метр куб екен. Енді бізге нені табу керек? Қардың массасы неше? Бізде 1 метр кубта 125 килограмм. Олай болса 29,16 метр кубта неше екенін табу үшін осы 29,16-ны көбейтеміз 125 килограммға. Үш ойда 5 бірін 5, ойдағымен 8, 45 болады. 4 ойда 2 5-ім 10, ойдағымен 14. 2-ге көбейтем 12, 1 ойда 2, ойдағымен 3 болады. 2 9 18, 1 ойда 2 4, ойдағымен 5. Енді 1-ге көбейтем 6, 1 9 2. 1 ойда мына жерде 8-ге 16-ны қосамыз 14, ойдағымен 15, 1 ойда. Мына жерде 12, 13, ойдағы 1 мен 14, 1 ойда. Мұнда 15, ойдағымен 16, 1 ойда 3. Өтірден кейін 2 цифр, 1, 2. Сонда 3645 килограмм екен. А жауабы. 871. Үсен мен Майра бір үйдің балалары. Үйде олардан басқа да балалар бар. Үсеннің неше қарындасы болса, сонша інісі бар. Майраның сіңлілері ағаларынан 2 есе кем. Отбасында неше бала бар? Бізге айтады, Үсеннің неше інісі болса, сонша қарындасы бар. Енді бір інісі болса, яғни бір қарындасы болады. Бір қарындасы ол бізде Майра болады. М әрпімен белгілеп қойын. Егер 2 інісі болса, онда 2 қарындасы болады. Яғни бір қарындасы және Майра. 3 інісі болса, 2 қарындасы және үшіншісі Майра болады. Осылай. Енді Майраны қарайық. Бізде Майрада неше сіңлісі болса, ағасы одан 2 есе көп. Бір сіңлісі болса, онда 2 ағасы бар. 2 ағасы дегеніміз, ол бір ағасы және екінші ағасы Үсен. 2 сіңлісі болса, онда 4 ағасы бар. Яғни 3 ағасы, 4-шісі Үсен болады. Егер Майраның бір сіңлісі болса, онда Майрамен қосқанда үйде 2 қыз бала болады, ал ағаларынан 2, бір ағасы және Үсен болу керек. Енді қарайық, қыздардан 2 болғанда бізде міне, Үсеннен қарасақ, міне бір сіңлісі, бір Майра. Және 2 ағасы болу керек деп айттық. Бір ағасы және екінші ағасы Үсен. Ал мына жерде айтып тұр, бізде Үсенге қарасақ, 2 інісі бар, үшіншісі Үсен болып тұр. Сонда үйде 3 ұл бала болып тұр, 2 қыз бала болып тұр. Ол дұрыс емес, екеуі сәйкес келмей қалды. Келесі,
екіні қарайық. Егер Майраның екі сіңлісі болса, онда Майрамен қосқан кезде үйде 3 қыз бала болады. Үйде 3 қыз бала және 4 ағасы бар. Яғни 3 ағасы және 1 ағасы Үсен болу керек. Енді қараймыз. Мына жерде олай, екі сіңлісі және Майра болған кезде міне. Енді осының қатарында 3 ұл бала деп тұр. 3 ұл бала және 4-шісі Үсен. Сәйкес келіп тұр, міне 3 ұл бала және 1 Үсен. Сонда бізде үйде барлығы 4 ұл бала, 3 қыз бала, барлығы 7 бала бар екен. 872. Заттың бағасы бірінші ретте алғашқы бағасының 0,2-сіне арзандады. Екінші ретте соңғы бағасының 0,2-сіне қымбаттады. Заттың бағасы алғашқы бағасына қарағанда арзандады ма, әлде қымбаттады ма? Қаншаға өзгерді? Алғашқы бағасы белгісіз. Алғашқы бағасын айтпаған, оны X деп алайық. Одан кейін ол арзандады дейді. Арзандады осы бағаның 0,2-сіне. Яғни 0,2X болады. Екеуісін көбейтеміз. Одан кейін арзандағаннан кейін баға неше болды? Яғни алғашқыда ол X болып тұрды. Одан кейін 0,2X-қа арзандады. Арзандаса ол не істейді? Алғашқы бағасынан азаяды. Яғни біз не істейміз? 0,2-ні X-тан азайтамыз. X-тің коэффициенті 1, 1-ден 0,2-ні азайтсақ 0,8X болады. Одан кейін айтады, баға қайтадан не істеді? 0,2-сіне қымбаттады. Қымбаттады қай баға? Мынау соңғы баға. Яғни 0,8-ді көбейтеміз 0,2-ге. Сонда неше шығады екен? 0,8 0,2-ге көбейтсек 16, жерге 1 түседі, өтірден кейін 1, 2 цифр, 1, 2. Сонда да сан жоқ, 0-ді қоямыз. 0,16 X болады. Бұл қымбаттаған сумма. Енді қымбаттағаннан кейін баға неше болады? Бастапқыда бізде баға 0,8 болып тұрған. 0,8X болып тұрған. Одан кейін қымбаттаса не істейді баға? Бізде көтеріледі, яғни қосылады, Сонда қосамыз. Осыған қаншаға қымбаттады? 0,16X-қа қымбаттады. Екеусін қосамыз. Қосайық 0,8, 0,16. Мына жерге 6 түседі, мында 9 түседі, мында үтір, мында 0. 0,96X. Бұл қымбаттағаннан кейінгі баға. Енді баға қаншаға өзгерді дейді. Баға басында X болып тұрған. Соңында бізде 0,96X болды. Енді екеусін салыстырайық. Қымбаттады ма, арзандады ма? X-тің алдындағы коэффициент бізде 1. Мынау бізде 1 бүтін, мынау 0 бүтін. Бізде әрине 1 бүтін үлкен. Бізде баға не істеді? Арзандады, Яғни төмендеді. Қаншаға төмендеді? Соны табайық. Не істейміз? 1-ден азайтамыз 0,96-ны. 1. Одан кейін 2 0-ді өзіміз жазамыз. 0,96. 1-ден сұраймыз. Мына жерге 9, мына жерге 10 болады, 10-нан алтын азайтамыз 4, 9-дан 9 азайтамыз 0. Мұнда 0 қалды. 0. Сонда 0,104-ге баға арзандады екен.